Сәлем достар, сіздермен бірге Мәдина. Дұрыс тамақтану денсаулық кепілі. Ислам діні адамзат баласына тек құлшылықты ғана беріп қоймайды. Сонымен қатар күнделікті өмір сүру шарттарын, соның ішінде ішіп-жеу қағидаларын да үйретеді. Ас адамның арқауы демекші, тіршілік ету үшін адам көп ішіп-жеуге тәуелді. Онсыз өмір сүру мүмкін емес. Алайда Алла тағала мұсылман адамы үшін алдына келгенді, қолына түскенді жей бермей, әуелі астан таза әрі адал болуына мән беру керек екенін бұйырады. Жер бетіндегі барлық адамның игілігі үшін жаратылған. Аспан мен жердің арасындағы ұшқан құс, жүгірген аң, сан түрлі жеміс-жидек, көкөніс, барлығы да қазынасы кең ұлы жаратушы тарапынан пенделеріне нығмет ретінде берілді. Ағыл-тегіл, көл-көсір нығметті құлдарына берген Раббымыз солардың адалын пайдаланып, арамынан аулақ болуға шақырады. Алла тағала қасиетті Құранда: «Әй адамдар, жер бетіндегі нәрселердің халал әрі тазасынан жеңдер» деп айтқан. Бақара сүресі 168 аят деп ескертілген. Тағы бір аятта жаратушы иеміз Алланың өзіне халал әрі таза етіп берген ризығынан жеңдер дейді. Мәйда сүресі 88 аят. Асыл дініміз астың адал болумен қатар мөлшеріне де аса мән беруді, ағзамызға қажетті қоректі қамтамасыз ететіндей мөлшерде ғана тамақтануды, қарын ашпай тамақ жемеуді бұйырады. Тағамды аз жеу мұсылманға жарасатын амалдың бірі. Тоқ адамды ұйқы басады, аш адамнан ұйқы қашады демекші, тоқтық адамның нәпсісін жалқаулыққа, күнәға, әдепсіздікке, тәкаппарлыққа, дүниемен жарысуға итермелеуі мүмкін. Шайтан ондай жанға өте жақын болады. Егер шайтан осындай адамға үстемдік етсе, адам күнәлі істі шімірікпестен жасайтын болады. Сондықтан бабаларымыз аштық не жегізбейді, тоқтық не дегізбейді деп бекер айтпаған. Мұсылман адам әдепке сай ішіп, асын тойып жемегені дұрыс. Себебі артық жеп-ішу семіздікке ұрындырады. Аллаға және ақыретке иман келтірген әрбір пенде үшін пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, көркем үлгімен безендірген тамақ ішу рационын ас мөлшерін 14 ғасыр бұрын тайға таңба басқандай көрсетіп кеткен болатын. Мехтам бин Мехди Кабриб, оған Алла разы болсын, жеткізген хадисте Алла елшісі, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын: адам өз асқазаны секілді ешбір жаман ыдысқа ас толтырған емес. Солай бола тұра, белді көтеру үшін бірнеше түйір тағам жеткілікті. Асқазанды толтыру қажет болса, 1/3 тамақпен, 1/3 сумен және 1/3 ауамен толтырсын деген екен. Бұл хадисте шынайы мұсылман пенде үшін сөзсіз жеңіс бар. Өйткені пайғамбар, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, адамды жаратқан және оның тұла бойының құпиясын білетін Алланың көкейіне құйғанын ғана сөйледі емес пе? Осы хадисті оқыған дәрігер Ибн Масауи: егер адамдар осы сөзге құлақ асқан болса, оларға ауру сырқау төнбейтін еді. Сонда ауруханалар мен дәріханалар бос тұратын еді деген екен. Ауру астан, дәрінің ең жаманы ас тамақ деген даналық сөздер текке айтылмаған. Тіпті бүгінгі ғалымдар мен дәрігерлер қарын
дертті миы деген тұжырымды жиі айтатын болды. Себебі қомағайлық зұлымдық. Ол тек қана артық салмақ апатына ұшыратпайды, жалқаулық, ұйқышылдық есіктерін ашады. ақш-тың тамақтану саласының маманы Марси тамақты көп жеудің миға кері әсер ететінін айтқан. Көп жеу мидың саулығына қауіп төндіреді. Ми қан тамырлары қабырғаларының ауырлауына, яғни ауырлауына әкеліп соғады. Бұған қоса қантты, тәттілерді көп жеу дұрыс емес. Артық салмақ семіздікке, тіпті ауруға ұшырататыны белгілі. Жер бетінде аштықтан қайтыс болғандарға қарағанда семіздіктен қайтыс болған адамдардың саны көп. Әлем жұртшылығы соңғы уақытта семіздікпен күресуде. Семіздік дертіне шалдыққан елдер қатарына Қазақстан да бар. Бұл жерде буымыз бітім ірі жандар мен үзірлі жағдайдан туындаған семіздік емес, артық ішіп жеуден туындаған семіздік өзекті болуда. Бұрын семіздік Еуропа мен Америка елдерінде ғана тән мәселе секілді көрінетін, алайда қазір артық салмақ біздің елімізге, соның ішінде балаларға қауіп төндіріп тұр. Әлемде 1 және 5 жас аралығындағы 41 миллион бала семіздікке шалдықса, Қазақстанда әр 5-ші бала артық салмақтан зардап шегеді екен. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының соңғы мәліметі бойынша Қазақстанда 25%-ға жуығы семіздікпен ауырады. Мамандар артық салмақ жинаған азаматтар саны жоғары, соңғы жылдары жылдам өсіп келе жатыр, деп айтады. Ресми деректер бойынша семіздікке шалдыққандар саны 15 жылда 10%-дан 15%-ға көбейсе, семіздіктен сырқаттанған қазақстандықтардың үлесі 15%-дан 20%-ға жеткен. Қазақстан бірнеше жылдан бері орталық Азияда семіздік бойынша көш бастап тұр. Елдегі әрбір 4-ші ер адамда артық салмақ бар және олардың семіздігі әлемдегі орта шамадан 2 есе жиі кездеседі екен. Бабаларымыз ауру астан, ас ішіп ауырғанша аш болып сау жүр деп ауру атауларының көбісі дұрыс тамақтанбау салдарынан болатынын айтқан екен. Асыл дінімізде де артық тамақ ішкеннен дұрыс көрмейді. Дініміз артық тамақ жеудің ақыретке өкінішке жетелейтін амал екендігін ескертеді. Пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, дүниеде тойып тамақ жеген адам қиямет күні аш қалады деген болатын. Айша анамыз, оған Алла разы болсын, Мәдинаға келгеннен кейін пайғамбар мен оның отбасының 3 күн қатарынан бидай нанын тойғанын көрген емеспін деген, және бұл оның өмірінің соңына дейін жалғасқан. Шынында Алла елшісі, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, ешқашан тойып тамақ жемеген болатын. Лұқман Хәкім де баласына өсиет айтқанда: «Уа ұлым, қарны тойғанда ойлы ұйықтайды, даналық үндемейді, Аллаға құлшылық етуде тән әлсірейді, өзіңді аштықпен тәрбиеле, ізгі амалдар жасауда және Құдайға бойсынушы болуда шайтанның кедергі келтіруіне мүмкіндік берме, ешқашан тәкаппар және зұлым болма» деген екен. Құран асыра тамақ жейтін адамдарды ысырапшылдар қатарына жатқызады. Алла Тағала Құранда: «Ей адам баласы, әрбір құлшылық орнында зейнеттеріңді алыңдар, киіңдер және жеңдер, ішіңдер де ысырап етпеңдер. Күдіксіз Алла ысырап етушілерді сүймейді» делінген. Ағраф сүресі 31 аят. Ислам ғалымдары тамақ, ұйқы және сөзде үнемшіл әрі ұстамды болуды жиі насихат етеді. Ибрахим Нахави, оған Алла разы болсын, бір сөзінде: «Бізден бұрынғылар 3 нәрседен сәтсіздікке ұшырады: көп сөйлеу,
көп тамақ жеу, көп ұйықтау деген. Ал осыған байланысты түсінген адамға бұл құлшылықтың бәрінде адамның рухани, физикалық жағдайына оң әсер ететін даналық бар деп ойлаймын. Сіздермен болған Мадина. Каналға тіркеліп кетіңіздер.